Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ашық тұқымды өсімдіктер бөлімі. Ашық тұқымдылар немесе қарағайлар бөлімі галосеменные немесе сосновые, гимносперматофиты, пинофиты. Қазіргі кезде флорада ашық тұқымдылардың 800-дей түрі бар. Көптеген түрлері жойылып кеткен. Ашық тұқымдылар барлық континенттерде тараған. Түрлерінің саны аз болмағанымен, олар климат салқын зонада және тауларда үлкен орман түзеді. Құрылысы: спорофиттері негізінен ағаштар, сиректеу ағаштанған лианалар немесе бұталар. Шөптесін формалары жоқ, бүйірінен бұтақтанады, сабағы моноподиальды өседі, сабағы екінші рет қалыңдайды. Көптеген түрлерінің түтіктері жоқ, сүрегі тек трахеидтерден тұрады. Сүзгілі түтіктерінің серіктік клеткалар болмайды. Бір түрлерінің жапырақтары үлкен, тілімденген папоротник тәрізділердің жапырақтарына ұқсас. Ал екіншілерінде олар ұсақ тұтас қабыршақ тәрізді немесе ине тәрізді болып келеді. Ашық тұқымдылардың аздаған түрлерінен басқасының барлығына мәңгілік жасыл өсімдіктер. Тамыр жүйесі кіндік тамырлы. Кіндік тамырында да, жанама тамырында да микориза түзіледі. Ашық тұқымдылар немесе ашық тұқымдылардың негізгі белгілерінің бірі олардың тұқым бірі немесе тұқым бүршігі болады. Тұқым бүрі дегеніміз өзі мегаспорангия, ол ерекше қорғаныш қызметін атқаратын қабырша интегументпен қапталған. Тұқым бүрлері мегаспорофильдерінде ашық орналасады. Олардан ұрықтанғаннан кейін дән пайда болады. Дәннің пайда болуы ашық тұқымдылардың споралы өсімдіктерге қарағанда көп мүмкіндікке ие болуын және құрлықта басым болуын қамтамасыз етеді. Ашық тұқымдылардың тіршілік циклін қарастырғанда, мысал ретінде кәдімгі қарағайды алуымызға болады. Сосна обыкновенная, Pinus sylvestrum. Ол спорофитінің биіктігі 50 метрге дейін болады. 400 жылдай тіршілік етеді. Діңі жақсы жетілген, онда бүйірлік бұтақтары топтасып орналасады. Сабақтары моноподиальды бұтақтанып өседі. Ұзарған бұтақтарының сыртын қоңырлау қызғыш түсті қабыршақтары жұқа, жапырақтары жауып тұрады. Осы жапырақтардың қолтығында қатты қысқарған өркендер пайда болады. Оларда екі ине тәрізді жапырақтар орналасады. Ине тәрізді жапырақтың немесе қылқанның көлденең кесіндісінің формасы жалпақтау, дөңес болып келеді. Оның ортасында екі өткізгіш шоқ орналасады. Қарағай шамамен 30-40 жылдан кейін спора түзе бастайды. Спорофильдері жиналып, бір-бірінен айқын айырмасы бар. Бір өсімдікте болатын екі түрлі бір түзеді. Әдетте аталық бүрлері топтасып, ал аналық бүрлері жалғыздан орналасады. Аталық бір қабыршақтарының қолтығында қысқарған сабақтың орнынан пайда болады. Оның ұзындығы 4-5 мм, ал ені 3-4 мм-ден аспайды. Бір жақсы жетілген өсі бар, түрі өзгерген өркен. Өскен микроспорофильдері спиральдің бойымен черепица тәрізді, бірінің шетін бірі жауып қаланады. Өстің түп жағында қорғаныш қызметін атқаратын қабыршақтары болады. Микроспорофилдің формасы жұмыртқа тәрізді, жұқа, жалпақ, төмен жағында екі микроспорангиясы болады. Күзге қарай микроспорангияның ішінде микроспораның көптеген аналық клеткаларының жекеленуі аяқталады. Көктемде мейоз жүреді. Нәтижесінде әрбір диплоидты аналық клетка 4-4 микроспора түзеді. Микроспора бір ядролы, оның қабығы интиннен және экзиннен тұрады. Сонымен бірге қабықтардың ажырауының нәтижесінде микроспораның үстінде екі ауа қуысы пайда болады. Осы жерде микроспорангияның ішінде микроспора өсіп, аталық гаметофитке айналады. Тозаң микроспораның ішінде дамиды және ол жоғарыда қарастырған әртүрлі споралы өсімдіктердің спораларына қарағанда редукцияға көп ұшыраған. Микроспораның ядросының алғашқы рет бөлінуінің нәтижесінде екі проталиальды клетка пайда болады, бірақ олар тез бұзылады. Бұл гаметофиттің вегетативті клеткалары болып саналады. Осыдан кейін микроспораның ядросы екінші рет бөлінеді. Одан антериодиальды және вегетативті клеткалар пайда болады. Микроспораның қабығы тозаңның қабығы болып қалады. Тозаң пісіп жетілген кезде микроспорангиялер тікесінен жарықшалары арқылы шашылып, нәтижесінде одан көптеген ұсақ тозаңдар сыртқа шашылады. Ауа қапшықтары олардың желмен таралуына көмектеседі.
Ұрықтанудың алдында сперма түзетін клеткадан талшықсыз екі спермия аталық гаметалар пайда болады. Тозаң түтігі архегонияның мойны арқылы жұмыртқа клеткасына жетеді. Осы кезде тозаң түтігінің ішіндегі тургор қысымының артуына байланысты оның ұшы жарылады да ішіндегі заттары жұмыртқа клеткасының цитоплазмасына құйылады. Вегетативтік ядро бұзылып жойылады. Аталық гаметаның бір жұмыртқа клеткасының ядросымен қосылып, ал екіншісі өледі. Қарағайдың тозаңдануының ұрықтануына дейін 13 айдай уақыт өтеді. Зиготадан ұрық пайда болады. Ұрық эндоспермдегі артық қор заттарының есебінен өседі. Толық жетілген ұрық тамыршадан, сабақшадан, бірнеше тұқым жарнағынан және бүршіктерден тұрады. Ұрық эндосперммен қоршалған, ол өскен кезінде эндоспермдегі қажетті заттарды өзіне қорек ретінде пайдаланады. Интегумен қатты қабық түзеді. Осылай тұқым бүрі дәнге айналады. Ол тұқым қабыршағында жатады және оның қанатша тәрізді өсіндісі болады. Қанатшаны тұқымның жел арқылы таралуына бейімдеушілігі деп қараған жөн. Дән тозаңданғаннан кейін екінші жылы күзге қарай пісіп жетіледі. Бүршіктердің ұзындығы бұл кезде 4-6 сантиметрге жетеді. Олардың формасы сопақтау, эллипс тәрізді, ұшы үшкірдеу, қабыршақтары қатайып сүріктенеді, түсі көктен сұрға айналады. Медициналық маңызына келетін болсақ, көптеген ашық тұқымды өсімдіктер дәрілік мақсатта қолданылады. Эфедра құрамында эфедрин бар, ол қан қысымын көтеруге, демікпен емдеуге қолданылады. Гинка билеуі қан қайнауымды жақсартады, есте сақтау қабілетті арттырады. Қарағай шайыры немесе инелерін антисептик жөтелге қарсы С витаминге бай болып келеді. Шырша майы тыныс алу жолдары ауруларына қарсы пайдаланады. Қорытындылай келетін болсақ, ашық тұқымды өсімдіктер немесе гимноспермдер жер бетіндегі ең көне өсімдіктер тобына жатады, және олар көптеген экологиялық жүйелердің маңызды бөлігі болып табылады. Бұл өсімдіктер тобына қарағай, шырша және арша сияқты ағаштар мен бұталар кіреді. Олар әдетте қылған жапырақты ормандарды құрайды және биосфераға оттегін бөліп, көміртегіні сіңіру арқылы маңызды экологиялық қызмет атқарады. Сонымен қатар, ашық тұқымды өсімдіктер көптеген жануарларға мекен және азық көзі болып табылады. Эволюциялық тұрғыдан алғанда, ашық тұқымды өсімдіктер жабық тұқымды өсімдіктердің арғы тегі болып саналады. Бұл олардың биологиялық және тарихи маңыздылығын арттырады. Құрылыс материалдары ретінде ағаштары кеңінен қолданылады, ал кейбір түрлері халықтық медицинада дәрілік шикізат ретінде пайдаланады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.